Жасыңызға жас қосылсын көрермен. Оян таңғы хабары дәл қазір Ақтауда. Қазір. Дәл қазір міне мерекелік көңіл күй басталып кетті. Әбіш Кекілбаев атындағы музейдің алдындағы алаңда түсірілім жасап бастап жатырмыз. Бүгінгі күн Маңғыстау халқы осы сармайдай сақтап келген мейрамды қалай тойлайды екен? Сюжеттен бірге көріңіздер. Отпантауға аттанатын мерекелік көшке арналған концерт осылай көңілді басталып, жасы да кәрісі де Самарқанның көк тасымен қатар буын-буынды жібітіп, қан жүгіртіп, би билеп, ән шашуға кенелді. Осынау көтеріңкі көңіл күйге арқау болған амал мерекесінің түп төркінін қазбалағанда атауының мәні амал әрекет дегендегі амал емес екенін білдім. Біздің Маңғыстау жұрты күні бүгін кешеге дейін деп айтуыма болады, ай атауларын үнемі арабша тап келді. Мысалға, дәлу, өт, амал, сауыр, таратан, зауда, әсет, сүмбіле, мизан, ақырап қауыш жеді деген. Не болмайтын болса, біздің Маңғыстаулықтарының ортасында күні бүгінге дейін айтылып келе жатқан мақал мәтелдер бар. Таратан, зауда, сенен де қорқам дейді. Ақырап қауыш, кәрі құртаңда тауыш деген сияқты нәрселер осы күні бүгінге дейін айтылып келеді. Сондықтан да біздің негізгі жұлдыздардың атауы болғанмен, біздің маңғыстаулықтар осы атауларды күні беріге дейін пайдаланып келді. Амал атауының өзі дәлі өт амал деген уақытында осы бұрынғы мартқа қазіргі амал деп солақтан басталған. Яғни амал деген шығыс күнтізбесіндегі Наурыздың арабша атауы. Кішкентай кезіңіздегі амал мерекесі мен қазіргі амал мерекесінің айырмашылығы бар ма? Әрине бар. Ол кезде біз көп түсінген жоқпыз, бірақ қуана білдік. Ал қазір сол қуанышты кәдімгі барлығымыз көрсететіндей дәрежеге жетіп жатырмыз. Шат-шадымын концертте Отпантауға жол тартатын көшке ақсақалдар ақ батасын берді. Соңында ел жұрт болып Қаратаудағы киелі мекенге аттандық. 2 сағаттық жолды арқадастап Оян таң хабарының ұжымы Отпантаудың басына келді. Мерекелік шаралар көп, тіпті қонақтың да, көліктің де қарасы сейлер емес әлі де келіп жатыр. Оның бәрін осы Отпантаудың басына тартып жатқан магнитіне сюжетті айтып береміз. Құрмет көремін, арчақты өздеріңіз көріп тұрғанда келіндер жағы ішшеве сыртта да қызу еңбекте жүр. Сол кісілердің бірі бас генерал келіндердің бірі десем артық емес шығар. Рахат ханым, айтыңызшы, командалық жұмыс қалай жүріп жатыр? Шашып жатқан жоқсыздар ма? Біздер Бегей ауылының келіндері таңғы сағат 8-де осы жерге келіп, киіз үйлерді құрғаннан кейін дастархан жасауға ас мәзірін дайындап, осы жерге дайындап алып келдік. Сол ас мәзірін әр ыдыс орындарына салып, келіндер болып ауыз біршілікпен әр киіз үйге 8 келіннен бөліп, 8 келіннен бөліп, бір келін дастарханды жасап жатыр, екінші келін шайдың қамын жасап жатыр. Ауыз біршілікпен осылай біз 3 киіз үй тіктік, 2 киіз, біреуінде биік столға жасадық. Биік столға жайған себебіміз үлкен кісі, аяқ ауыратын үлкен кісілеріміз биік столда ресторанда отырғандай сезініп өздерін жайлы отырсын деп осындай әсем әдемі ағаш үйге біздер ас мәзірін дайындадық. Екінші үйіміз, киіз үйіміз жер столда, қазақы жер столға киізін, көрпешесін төсеп отырғыздық. Үшінші ағаш үйіміз жаңағы киіз үйде кішкентай, ол сыртта оған жыршы термелерді, үлкен кісілерді, шежіре айтатын кісілерді отырғызып, сол жерге дайындап жатырмыз. Өте үлкен командалық жұмыс екен. Сонда бар есепте қанша келін атсалысып жатсыздар? Енді 16-17 келін осы жерде қызмет жасап жатыр. Мына үлкен қайнатылып жатқан қазан жайлы, осы асылып жатқан ет жайлы айта кетіңізші. Не үшін асылып жатыр? Кімге асылып жатыр?
Бұл енді ұлыстың ұлы күні бүгінгі Наурыз мерекеміз ғой. Наурыз мерекесі бәрі Тобыш ауылына құтты болсын. Мына бүгін асып атқан ас садақаларымыз Атай атамыздың Тобыш ауылына арналып атқан. Бәріңізге қабыл болсын, мына жыл құтты болсын. Жыл жақсылығымен келсін, қуанышымен келсін. Мынау енді Наурыз көже дейді, ет көже деп атсыз, анау жүгері көже пісіріп жатыр. Біздің мына Қараша ауылға осы Наурыз көже осылай ғой енді. Ал енді Сіздерде рецепт бөлек па? Негізі Наурыз көжеде? Наурыз көже бөлек енді. Есімен бөлек айтып беріңізші. Ет. Бұл енді жүгеріден пісіріледі, әрине күрішті кез келген палау желініп жүр. Осы қазір сол дәмін көресіңдер бұйырса. 13 наурыздағы мол дастархан мәдени іс-шаралар соңын Отпантау шыңындағы бірлік алауын жағу дәстүрі түйіндеді. Биылғы мерекелеудің алты алашқа ортақ амал мейрамы деп аталуы да осы ел бірлігі ұғымына сайып келеді. Кеш түсе 500 метр биіктіктегі алау тұғырына биылғы кезектегі Тобыш ата ұрпақтары 360 баспалдақты басып өтіп, бірліктің үлгісін көрсетіп, келесі кезекті Мұңал ата ұрпақтарына табыстамақ. Жалын тұтату ғұрпын 93 жастағы қария орындады. Бір түсінгенім, амал мерекесі біздің оян-таң хабармен үндес. Оның уақыты да, мәні де табиғаттың қыс құрсауынан шығып, оянып, жаңаруына сәйкес келеді. Адамзатта іштегі ренішін, өкпе назын ұмытып, рухани жаңғырады, көкірегі оянады. Жаңа жасыңызда сізге де оянып, алдағы өмірді жақсылықпен, татулықпен, дамуға деген ұмтылыспен бастау нәсіп болсын. Амал мерекесі құтты болсын деймін.